Сәлем достар, жылына бір рет қыста 20 килограмм ет аламыз, осылай жылқы етін. Мына қуырдаққа қосылады, ал мына қандай сүйегі екенін білмеймін, қай жер екенін жамбас па білмеймін. Ал мына жаңағы қабырғаның жанындағы майлары, май кішкене ет, осыны мен қазыға тығамын. Май болғаннан кейін жанына кішкене мякоть қоямын. Осы дұрыс па, қай жерінен алған дұрыс қазыға білмеймін. Білсеңіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Содан кейін былай еттен осы ажыратып сүйегінен осылай ілуге ыңғайлы қылып тұздап іліп қоямын. 3-4 күн суы кеткенше. Содан кейін мынандай картаны қалай сақтау керек екенін білмеймін. Ол бір тамаққа өте көп болғандықтан білсеңіздер айтып жіберіңіздер. Осы каналға тіркеліп білмейтін заттарымды айтсаңыздар қуанып қалушы едім. Не осындай.